Қысқа таңғы жаттығу немесе күн бойы кез келген қыздыру жаттығу 2,5 айдан 6 айға дейінгі сәбиге шамамен осылай өтеді. Біз қолдардан бастаймыз. Мұндай жаттығулар қолды түзу ұстауға арналған. Яғни қолдарды жұмсақ, бірақ табанды қимылдармен түзейміз. Енді қолды екі жаққа созып, тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Егер сәбиге ұнаса, осылайша ойын элементтерін қосуға болады. Жиі жасау керек. Өйткені балаларда тыныс алу жиілігі ересектерге қарағанда жоғары. Енді қолмен осындай қимыл жасаймыз. Буындарымыз толық жоғары қозғалу үшін. Енді осылай, айналмалы қимылдар. Айналмалы қимылдар. Міне осылай, Енді аяқтарға. Аяқтар ішке дейін. Аяқты бүгін. Алдымен бірге, сосын бірінен соң бірі. Ал енді бірге, бірінен соң бірі. Велосипед. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Жамбас буындарындағы айналмалы қозғалыстар. Егер бала аяғын сыртқа қарай жылжыту қиын болса, онда біз бұл түрлі қозғалыстарды бір жағынан, енді екінші жағынан жасаймыз. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Жүр емес. Қолсогайық. Егер нәрестенің аяғы шиеленіспесе, ішке жетуге тырысуға болады, және ол мұны істей алады. Енді асқазанға бұрылып, біз баланы айналдыруға үйретеміз. Сіз оны айналдыра аласыз. Егер ол төңкерілуге әлі ерте болса, оған мұндай қозғалыстар бар екенін үйретуге болады. Біз оны бүйіріне бұрылып, аударылатын етіп дайындаймыз. Ал егер ол 3 айлық болса, онда біз оны айналдыруды үйретеміз. 2 жол бар. Аяқпен. Біз аяқты жоғары лақтыру арқылы көмектесеміз. Және төменгі қолды бүгетіндей етіп басыңыз. Содан кейін ол табысқа жетеді. Сіз маған осылай қолымды ұстап көмектесе аласыз. Бұл сияқты. Чик-чик-чик-чик. Немесе оны кілемен жасаңыз. Та-та-та-та-та. Ал қолды қалай жасаймыз? Төменгі қолы бүгілген кезде нәрестенің аударылуы оңайырақ. Міне осылай. Айқайлап кеткен сәбиді будақ қалпында тыныштандырамыз. Оны дөңгелетіп құшақтап, шүш деген дыбыс қосамыз. Сонда бала жақсы тынышталады. Осындай терең, бірақ сирек тербелістер жасаймыз. Сонымен соңында баланы ішіне жатқызамыз. Олар мұны әрқашан ұнатпайды. Егер олар мұны істей алмаса, біз кеуде астындағы жөргектен тірек жасаймыз. Баланы шынтағына сүйенуге үйретеміз, және қолдың тірек қызметін қалпына келтіреміз. Әр тамақтандыру алдында нәрестені іштің үстіне жатқызу керек. Бұл сияқты.